Саламатсыздар ма, құрметті қоғам тыңдаушылар, қатысушылар. Есімім Ағабек Серік Османұлы болып, Жамбыл облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының өкілімін. Бүгінгі қоғам тыңдаудың тақырыбы Қазақгаз және өндіру жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2026-2035 жылдарға арналған Амангелді кен орнына арналған рұқсат етілген шығарындылар нормативтері, оның ішінде рұқсат етілген төлемдер нормативтері, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жоспары, қалдықтарды басқару бағдарламасы бойынша тақырыбында қоғам тыңдау өтуде. Қоғам тыңдаудың тәртібі бойынша хаттамашы тағайындауымыз керек. Арамызда хаттамашы ретінде осы жобалаушы мекемеден жасыл технология жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Нахмедова Гүлмираны ұсынамыз. Ешкім қарсы емес па? Ешкім қарсы болмаса, онда регламент жасауға осы жоба бойынша баяндаманы Қазақгаз және өндіру жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Мамбетбаев Аралбек жүргізеді. Баяндамаға 10 минут уақыт береміз. Содан кейін сұрақ-жауаптар және ұсыныстарға уақыт бөліне қойып, регламентке енді ешкім қарсы емес қой? Жоқ, қарсы емес болсаңыздар, онда баяндамаңызды бастай бересіз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, және де осы ой ауылының тұрғындары. Біз Қазақгаз компаниясының өкілі боламыз. Жалпы осы биылға 2025-2026 арналған жоспармен танысып өтейін. Қысқадан нұсқада, яғни уақыттың тығыздығымен байланысты. Жалпы біздің кен орны 5 кен орны бар. Барханный дейді, Амабай, Жарқұм, Амангелді және де Айрақты деген. Соның ішінде 60-тан астам нелер бар, ұңғымалар бар. Соның ұңғымалары табиғи газ өндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы енді өздеріңіз көргендей ситуацияда қатты схема. Жалпы біздің кен орны, Амангелді кен орны Қазақгаз компаниясына жатқанымен жатады, және де Тараздан солтүстікке қарай 107 шақырым жерде жоғарыда айтып өткендей бүкіл нормативтер бойынша және де осы қоғамдық тыңдау келесі. Жалпы рұқсат етілген шағымдар нормативті түзету негізі жаңа ластаушы кездері қосу және алып тастау болып табылады. Қазақгаз барлау және өндіру Жамбыл облысында, Мойынқұм және Талас аудандарының шебінде, жаңында айтып өткендей, қоршаған ортаға әсер ету дәрежесі бойынша Қазақгаз барлау және өндіру бірінші санатқа жатады. Апаттық ауқымды шығындары жоқ. Кәсіпорын Жамбыл облысының пайдаланушылары үшін тауарлы газ өндіру және жеткізуді жүзеге асырады. Жалпы біздің кен орын Қазақстан Республикасының Жамбыл облысының Талас Мойынқұм ауданының шебінде айтылғандай, бірінші санат объекттер үшін экологияға әсер ету рұқсаты негізінде қоршаған ортаға әсер етудің бірінші санат қолданыстағы өндірістік объект болып табылады және өндіріс қызметі жүзеге асырылады. Жалпы жоғарыда айтып өткендей 5 кен орны бар. Көмірсутек газының бекітілген қоры 25-тен 0,78 миллиард куб метр және конденсат 2,56 миллион куб метр құрайды. Газ қабатының орташа тереңдігі 2054 және де 2376 метрді құрайды. Амангелді кен орнының өнеркәсіп пайдалану сатысында тазартылған газ ұзындығы 193 км және АГМ Тараз газ құбырына беріледі. Газ конденсат АГПЗ құбырын арқылы қайта өндіруге жіберіледі. Бұрын факелді жағылған газ УПГ 438 қондырғысында терең өңдеуге жіберіліп, LPG алу және кен орнының отын газын пайдалану жүзеге асырылады. Жалпы географиялық тұрғыдан кен орны Шу мен Талас өзендерінің аралығын алып жатқан Мойынқұм құмдарының оңтүстік-батыс бөлігінде орналасқан, ал оңтүстік-батыс жағынан үлкен Қаратаудың тармағы болып табылатын кіші Қаратай етегімен шектеседі. Жалпы бүкіл ақпараттың бәрі осы слайдта бар. Қысқадан нұсқау өткенде Амангелді кен орнын пайдалану кезінде жылында жоғарыда айтып өткендей 552 тонна қосымша өндірілген өнімдер дайындау мақсатында Амангелді кен орнында газ тазарту қондырғысын жаңартудың жобалық сметалық құжаттарын әзірлеу жобасы бойынша жылына 6,314 тонна, Амангелді кен орнының 3 өндіру ұңғымасының құрылысы 142, 143 және 144 ұңғымалары 24,590 тонна жылына беріледі. Жобада нөмір 1 су шығару бойынша шығарылған сарқынды сулар құрамында ластаушы заттардың 12 түрі айқындалды. БП
ВПК-10, ХПК, ириттер, нитраттар, СПАФ, мұнай өнімдері, хлоридтер, сульфаттар, фосфаттар, тоқтатылған заттар, аммоний, тұздардың азоты, темір майлар. Нөмір 2 су шығару бойынша шығарылатын сарқынды сулардың құрамында 11 ластаушылар. Оның ішінде нитриттер, СПАФ, мұнай өнімдері, хлоридтер, сульфаттар, фосфаттар, тоқтатылған заттар, аммоний, тұздардың азоты, темір. Келесі жоспарланған шаруашылық қызметін қалдықтардың түрлерінің мөлшері. Қалдықтардың басқармасы құрылыс кезінде қалдықтардың мынандай түрлері түзетіледі. Құрылыс аралас, қалдықтар аралас, коммуналдық қалдықтар, дәнекерлеу қалдықтары, бояу қалдықтары. Жалпы пайда болған қалдықтардың жалпы көлемі 80,069 тонн кезең болады. Жалпы мына арналған құдықтар орналасу лимиттері бар. Мына лимиттерін айтпай қояйын, өзіңіз танысу болады. Бәріңізге мына шығарып берілген қысқадан нұсқа, өздеріңіз мына бүкіл орналасу лимиттерімен танысуға болады. Өндіріс экология бақылау бағдарламасы, жалпы бұл бағдарламаға өндіріс мониторинг, әсер ету мониторингі, эмиссияны мониторингі кіреді. Табиғат қорғау шараларының ішінде пайдаланатын жабдыққа тұрақты техникалық қызмет көрсету, атмосфераға эмиссиялар өндіріс экологиялық мониторингі, су ресурсының өндіріс экологиялық мониторингі, келісімшартқа аумақтық көгалдандыру, қатты тұрмыстық қалдықтарды морфологиялық құрамы бойынша сұрыптау және де қалдықтарды бөгде кәдеге жаратуға беруге жобалық нормативтік құжаттарды әзірлеу. Жалпы осы ақпарат таныстырдым және де өздеріңіз үстел астында алдыңызда шығарылған ақпаратпен тағы да нақтырақ танысуға болады. Егер сауалдарыңыз болса, осы жерде талқылап шешімді беруге болады. Рахмет. Жайындағыңыз аяқталды ма? Аяқталды. Сұрақтарыңыз бар ма, баяндамашы? Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда ұсыныстарыңыз бар ма? Ұсыныстарыңыз жоқ болса, онда қоғам тыңдалды. Өтті деп санайық. Онда ешқандай ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болмаса, қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.